Сәлем қадірменді көрермен. Бұл видеоролик ұсқынсыз кейіптегі ауған қызы Айша Биби жайлы болмақ. Күйеуі айуандықпен кескілеген жас ауған қызы Биби Айшаның оқиғасы алғаш рет 2009 жылы Daily Beast басылымында жарияланған. Келесі жылы оның мұрнын кесіп алған таңғаларлық суреті Time журналының мұқабасында қолданылып, әлемге танымал болды. Әлемдік қауымдастық үшін Айша отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған ауған әйелдерінің қасіретінің тірі бейнесіне айналды. Әйтсе де, ол кезде кейіпкер қыздың қиын хикаясы әлі біткен жоқ еді. Анасы қайтыс болғанда Айша 2 жаста еді. 12 жасында жергілікті тәліптерге тұрмысқа шығып, нағашысы жаңа күйеуінің туысын өлтіргеннен кейін бат дәстүрі бойынша құлдыққа сатылған. Осыдан кейін ол қорада түнеуге мәжбүр болды және оны үнемі ұрып-соғып отырған. Жаңа туыстары көбінесе бат құрбандарына отбасы мүшесінен айырылғанына ашуланады. Жаңа отбасы Айшаны таңнан кешке дейін жұмысқа мәжбүрлеген. Қыз малмен бірге қорада ұйықтаған. Ол физикалық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Бір күні Айша күйеуінен қашпақ болған. Қашып кеткеннен кейін оны көршілер күйеуіне хабарлап, көршілерінің айыптауы арқылы тауып алып, Кандагар провинциясындағы түрмеге қамалады. Ауғанстан заңы бойынша күйеуінен қашқан әйелдер түрмеге жабылады. Түрмеден Айшаның әкесі қызға жақсырақ қарауға уәде берген күйеуіне қайтару үшін алып кетеді. Алайда бірнеше күннен кейін күйеуі қызды бағынбағаны үшін жазалауды ұйғарады. Ол оның құлағы мен мұрнын кесіп, тауда өлуге қалдырады. Қыз есін жинап, әйтеуір әкесінің үйіне жетеді. 2009 жылдың тамыз айының соңында Айша Махамадзай оңтүстіктегі Урузган провинциясындағы Таринкот қаласының маңындағы ақш әскери базасындағы ауруханаға жеткізіледі. Daily Beast мақаласында Айшаны әкесі әкелгені айтылады. Ол кезде қыз 17-18 жаста еді. Ол туған күнін, тіпті нақты жылын білмейді. Айша есінен танып есеңгіреген күйде болады. Операция жасаған доктор Джефф Льюис журналистерге Иракта жұмыс істегенін, бірақ мұндайды ешқашан көрмегенін айтады. Калифорниялық ауған американдық аудармашы Жизель Асифи қыздың мүсіркеген түрін көргенде көзіне жас алып, бірден оған көмектесуге бел буған. Бұл оқиға жарияланғаннан кейін жергілікті бақ Айшаның күйеуінің тәліптермен байланысы бар екенін даулауға тырысты. Сонымен қатар оның 4 рет үйінен қашып кеткенін мәлімдеді. Алғашында қыздың қайнатасы Сүлеймен қылмысқа сыбайласы ретінде қамауға алынғанымен кейін босатылған. Оның айтуынша, Айшаны әкесі қыздың отбасына жасаған абыройсыздық үшін өлтіруді сұраған. 2009 жылдың қараша айының ортасында Айша ауған әйелдеріне арналған ұйымды басқаратын Кабулдағы тұрмыстық зорлық-зомбылық пен зорлық-зомбылық құрбандарына арналған баспанаға ауыстырылады. Ол онда 9 ай болады және негізгі оқу және жазу курстарын аяқтайды. Содан кейін Гроссман Берн қоры Айшаның жоғалған мұрны мен құлағын қалпына келтіру үшін бірнеше пластикалық ота жасату үшін ақша төлеуге шешім қабылдайды және 2010 жылдың тамызында ол ақш-қа ұшып кетеді. Калифорнияға келгеннен кейін қызға уақытша протездік мұрын салады. Әрине, журналистер ашық қатыгездік құрбанына тап болған қызға қызығушылық танытып, қыз қоғамның назарын аудартады. Ол бірқатар қоғамдық іс-шараларға қатысып, Американың бірінші ханымы Лаура Бушпен кездеседі. Тіпті Калифорнияның бірінші ханымы Мария Шрайвердің қолынан мықты жүрек сыйлығын алады. Дегенмен, оқиға бақытты аяқталудан әлі алыс еді. Ұзақ жылдар бойғы зорлық-зомбылық пен қорлықтың соңы осындай қайғылы жағдайға аяқталғандықтан қыздың психикасы тұрақсыз болды. Ол өзін агрессивті ұстады, кенеттен есінен танып, немесе айқайлап, өзін жарақаттап, шашын жұлып алуы мүмкін еді. Айшаны асырап алған бірнеше отбасы тастап кетіп, ақыры ауруханаға жатқызуға тура келеді. Дәрігерлер қызды бірқатар ауыр пластикалық оталарға әлі дайын емес екендігін айта кеткен. Айшаны асырап алған бірнеше отбасы тастап кетіп, ақыры ауруханаға жатқызуға тура келеді. Дәрігерлер қызды бірқатар ауыр пластикалық оталарға әлі дайын емес деген қорытындыға келген. 2010 жылдың қарашасында қызды қайтадан қамқорлыққа алған ауған әйелдеріне арналған ұйымымен келісім бойынша фотограф Джоди Бибер Айшаның әйгілі суретін түсірді. Фотосурет World Press Photo Award сыйлығымен марапатталды және Time журналының мұқабасында Ауғанстаннан кететін болсақ не болады деген арандатушылық тақырыбымен шықты. Композициялық шешім Стив Маккаридің әйгілі фотосуретіне әдейі жасалған сілтеме болып табылады.
Шындығында фотограф онымен айтысып, ауған қызы мен оның миллиондаған отандастары кәмелеттік жасқа келгенде қандай тағдыр күтіп тұрғанын болжай ала ма деп көрермендерден сұрайды. Мақала қызу пікірталас тудырады. Ауған әйелдеріне арналған ұйым Айшаның қайғылы тағдырын пайдаланып, тәліптер бақылайтын аумақтарда ауған әйелдерінің құқықтарының қалай өрескел бұзылып жатқанына назар аударғанын жасырмады. Алайда осыдан кейін Айшаның шектен тыс танымалдылығы оның шетелдегі жаңа өмірге әлі бейімделмеген психикасын тұрақсыздандыруы мүмкін деп санап, журналистермен байланыстарға мораторий енгізеді. Айша ұйымға тиесілі Нью-Йорктегі Куинс баспанасына орналастырылады. Олар оны барынша қауіпсіз ортамен қамтамасыз етуге тырысады. Оған ағылшын, дари және математикадан сабақ берген ерікті Джессика Уитни Айшаның кейде өте қиын болатынын еске алады. Қыз өзінің атақты болғанын түсініп, қор одан ақша жасырады деп шешті. Оның санасында барлық жұлдыздар ертегідей бай болды. Бұл ретте қор жинаған қаражат қызды 5 айлық баспанамен қамтамасыз етуге әрең жететін, өйткені ол тәулік бойы күтімді қажет етті. 2011 жылдың басында Айша тағы да жүйке ауруына ұшырап, қайта ауруханаға жатқызылады. Нью-Йоркте тіпті парсша сөйлейтін психотерапевт табу қиын болды. Бойжеткенге шекаралық тұлғаның бұзылуы және жарақаттан кейінгі стресстік бұзылыс диагнозы қойылды. Шифра Бахчи Айшаның жоғары интеллекті бар екен, бірақ басқаларды манипуляцияға бейім екенін атап өтті. Бұл оның балалық және жастық шағы өткен өте қиын жағдайлармен түсіндіріледі. Бірте-бірте Айша Кабулда өскен ауған әйелдеріне арналған ұйымның жас қызметкері Ялда Атифпен дос болады. Ол қызға Кандагар түрмесінде үйренген мамандығына қайта оралуды ұсынады. Дайын моншақтар мен байланыстырушы элементтерден костюмдік зергерлік бұйымдар жасау мамандығына. Олар телефонмен сөйлесіп, жергілікті мұражайлар мен кештерде көп уақыт өткізеді. Айша өзінің туыс сіңлісіне деген уайымын айтып, бір күні оны Нью-Йоркке алып кететініне үміттенеді. Сонымен қатар Айша түрмеден шыққан қайынатасы оны Нью-Йорктен тауып алады деп қорқып жүреді. Бірақ ұзақ уақыт бойы құрбысы ақш-та полиция қызметкерлері жеткілікті екенін және мұнда қылмыскерлер уақытында ұсталатындығын айтып сендіреді. Айша ауған әйелдеріне арналған ұйымның 10 жылдық мерейтойына қатысады. Онда Джессика Равиц айтқандай, оның бар екендігі аса байқалмаған. Осыдан кейін көп ұзамай қыз өміріндегі ең шешуші әрекеттердің бірін жасайды. Барлығы үшін күтпеген жерден ештеңе түсіндірместен ол Мэрилендке, Вирджинияға кетіп қалады. Кейін белгілі болғандай, Айша жазда демалыста Ауғанстан әйелдер қорының жетекшісі Фатима Воргетске қонаққа барып, туыстары, яғни оған өте жылы лебіз білдірген Арсал жұбымен танысады. Оларға қыз алғыс айту күні қарсаңында барады. Мати мен Джамила Арсала Айшамен кездесуден 6 жыл бұрын үйленген. Олар сәйкесінше 60 және 46 жаста болады. Джамилидің 14 жасар қызы Миена олармен бірге тұрады. Матидің 2 ересек баласы бөлек тұрады. Алғашында бәрі Айша тек оларға қонаққа келді деп ойлаған. Бірақ Айша сол отбасыда қалуды шешті. Айшаның тағдырына белсене атсалысқан қор қызметкерлері Айшаның бұл әрекетін күтпеген еді. Олар кішкене ашуланып таң қалды. Олар қыздың пластикалық хирургпен тағы бір кездесуін және оның ризашылық күніне Бродвейдегі шоуға апаруды жоспарлағанын еске алады. Олар Айшаға ең жақсысын беруге тырысқандарын айтып, және ең болмағанда алғысқа лайықты едік деп наразылық көрсетті. Дегенмен ілтипат пен сүйіспеншілікке толы жаңа отбасында Айша өзін әлде қайда жақсы сезінді. Джамила іс жүзінде балалық шақтан айырылған 22 жасар қыздың өзін бала сезінуіне мүмкіндік беру керектігін айтты. Ол бірте-бірте дәрі қабылдауды тоқтатты, компьютерді пайдалануды үйренді, зергерлік бұйымдар жасауды және де ағылшын тілін үйренуді, ойын алаңында ойын ойнауды жалғастырды. Мати мен Джамила асырап алған қызына махаббат пен қамқорлық көрсетумен шектелмеді. Олар пластикалық хирургтар тобымен келісіп, Айшаның жағдайы жеткілікті түрде тұрақты деп танылған кезде, олар оның бетін бұрынғы қалпына келтіру үшін күресті бастады. Бұл қиын тапсырманы орындау үшін 12 операция қажет болды. Терінің бір бөлігі сол қолынан алынған. Оның жаңа мұрны мен құлағын жабатын артық теріні алу үшін оның маңдайы инъекция арқылы жасанды түрде толтырылды. Операциялар арасындағы кезеңде қыз осы процедуралар басталғанға дейін әлде қайда жиіркенішті болып көрінді. Дегенмен, кейінгі бейнелерде бойжеткен табиғи сұлу көрінеді. Оларға қарап, Айша Мұхаммадзайдың қайтадан әдемі жас келіншекке айналуы және қалыпты өмір сүру мүмкіндігіне ие болу үшін сан алуан адамдардың қаншама жыл жанашырлығы, сүйіспеншілігі және үздіксіз күш-жігері қажет болғанына сену қиын.
Айшада қорқыныштар мен паникалар бірте-бірте тоқтады. Қыз өзінің жалғыз емес екендігін түсінеді және сайып келгенде ол айуандық пен қатыгездіктің басқа жүздеген құрбандарына қарағанда әлде қайда бақытты болды. Әпкесі Мияна оны қабылдап жақсы көрді. Мати мен Джамила Айшамен араласып, оның жетістіктеріне қуанып жүрді. Айша әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау үшін полиция қызметкері болуды армандайды. Осы видеоны лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арайфактор арнасы.